Hi everyone, how are you? Бүгін 12-ші сабаққа қош келдіңіздер. Ең бірінші біз listening, тыңдалымға кірейік. Тыңдалымда бізде алдымен тыңдалым аудио беріледі. Сол аудионы тыңдап, мынау бос орындарды толтыру керекпіз. Кеттік ал, we need to talk, бізге сөйлесу керек. Talk, what about? Сөйлесу, what about? Не жайлы? Us, біз жайлы. Listen to me, Scarlett. Мені тыңда, Scarlett. I love you. Жақсы көремін. I love you. You love him. Сен оны жақсы көресің бе? Do you love him? I like Rupert. Мен оны жақсы көремін. Мен оны ұнатамын. But I don't love him. Оны жақсы көрмеймін. Great. I like you. Мен сені ұнатамын. Go to the windows. Терезеге кеттік. Open it. Аш бұны. Берілген оны тыңдау арқылы бос орындардың орнын толтырасыз. Келесі section бізде writing, жазу. Яғни me, маған, you, саған, him, оған, her, оған, it, оған, us, бізге, them, оларға. You are very kind. Сен өте жақсысың. I love you very much. Мен сені жақсы көремін. I love you very much. Children will come soon. Олар қазір келеді. Оларды күте аласың ба? Оларды болса, them болады. Көпшету деген children, балалар. Оларды, them. This is James. Мынау James. Оны танисың ба? Яғни оларға him деп айтамыз. You and Theo are very tall. Сен және де Theo өте ұзынсыңдар. But Leo is taller than, бірақ Leo саған қарағанда ұзынырақ. He's taller than you. This is my house. Ал менің үйім. Сен оны ұнатасың. Do you like it? Where is mom? Қайда? I want to talk to her. Мен сөйлескім келеді. I want to talk to her. We will go to the beach. Біз жағаға барамыз. Will you come with? Бізбен бірге барасың ба? With us? Бізбен бірге барасың. Will come with us? I can do that. Мен оны істей аламын. Сен маған көмектесе аласың ба? Could you help me? Көмектесе аласың ба? Енді мына жерде write your favorite 3 kinds of films or film series that 3 actors and 3 actors. Мұнда сіздер 3 фильмді жазасыздар. Бірінші орынға мысалында бір киноны жазасыздар. Қандай фильм? For example, My Dream. Менің арманым деген кино болса, actress. Мысалында Jessica. Актер кім? Brad Pitt, деген сияқты осылай киноның атын және де ол кинодағы актер, актрисалардың атын толтырасыздар. Келесі бізде reading section, яғни кітап оқу. Мұнда мәтін берілген, мәтінді оқимыз және де астында сұрақтарға жауап береміз. Famous people's first jobs. Атақты адамдардың алғашқы жұмыстары. Not all famous people were born into famous families. Барлық атақты адамдардың барлығы да атақты отбасыда дүниеге келмеген. A lot of them had normal lives before becoming famous. Олар атақты болмай тұрып, кәдімгі қарапайым өмір сүрген. They also had jobs like the rest of us. Яғни олардың біз сияқты жұмыстары болған. Here are just a few. Мұнда кішкенесі бар. Мысалы, President Obama worked at an ice cream parlor selling ice cream cones. He was in high school in Honolulu, Hawaii, and said it was quite hard. He also said that the job taught him about responsibility, hard work, and now how to spend time with work, friends, and family. Ең алғашқы Барак Обама
ол мороженое сататын жерде, яғни мороженойдың рожоктарын сатқан болатын. Оның алғашқы жұмысы, және де ол кезде ол мектепте оқып жүрген болатын Гавайда. Және де оған бұл әжептәуір қиындыққа соқты. Және де ол жұмыстан үйренгені жауапкершілік ең алдымен, және де қиын жұмыс, және де жұмыста, отбасыда, және де достарға уақыт бөлуді үйрендім дейді. Brad Pitt a weird job when he was younger. Brad Pitt ол біртүрлі жұмысы болды оның жас кезінде. He worked as a chicken, яғни балапан болып жұмыс жасады. That's right. He worked at a restaurant called El Pollo Loco in Hollywood, and his job was to dress up like a chicken and wave at the cars on the road. In fact, if you go on the Star Store in Hollywood, many of them will take you past the same restaurant where Brad used to work. Мұнда Бред Питттің біртүрлі жұмысы болған, яғни ол балапан сияқты жұмыс жасаған. Яғни El Pollo Loco деген Голливудтағы ресторанда ол балапанның киімін киіп, машиналарға wave деген қол бұлғап шақырған болатын, яғни реклама ретінде ресторанға келіңдер деп жасаған болатын. Бірақ ол шын мәнісінде, мысалына қазір сіз Голливудқа баратын болсаңыз, сізді сол ресторанға Бред Питттің жұмыс деген жеріне сізді алып барады. Maybe the strange path in life was that Pope Francis, when he was young in Argentina, he worked several jobs before joining the Jesuits and dedicating his life to religion. He worked as a cleaner, sweeping floors, chemical tester at a laboratory, and a bouncer at a bar. Yes, the Pope was the person responsible for security at the bar in case anything wrong happened. Can you imagine? Келесі бізде ең біртүрлі жұмысы болған, жол ерекше болған, бұл Поп Францис. Ол қазіргі кезде дінге, қазір ол жас кезінде Аргентинада болған кезде, дінге көңіл бөлмей тұрып, ол еден жуған, және де лабораторияда жұмыс жасаған, және де барда жұмыс істеген. Және де Поп бұл яғни жауапкершілік. Яғни мұнда неге жауапкер болған? Мысалы барда тыныштыққа жауап беруші болып жұмыс жасаған, күзетші болып, яғни. Елестете аласыздар ма? Францис, can you imagine? Елестетіп көріңізші. Енді сұрақтарға. Who helped protect people? Кім адамды қорғаушы болып жұмыс жасады? Яғни күзетші болып, бұл Francis, Francis for security. Pretend to be an animal. Кім жануардың киімін киді? Brad. Learned a lot from their first job. Бірінші жұмысынан көп нәрсе үйренген кім? Бұл президент Обама, жауапкершілікті, отбасымен көңіл бөлуді үйрендім деген болатын. Who worked in advertising? Кім жарнамашы болып жұмыс жасады? Brad Pitt, яғни адамдарды шақырып тұрды. So the job was difficult. Жұмыс қиын деп, президент Обама, Brad Pitt, Pope Francis, президент Обама айтқан болатын, Who had a couple of different jobs? Кімде әртүрлі жұмыс болды? Pope Francis'да, Ол болды, барлығына да жауап берген болатын. Келесі section бізде speaking part, яғни сөйлеу, мұнда сіздерге сурет беріледі. Мысалына, have you seen a good film recently? Жақында сіз жаңа күшті бір кино көрдіңіз бе, жақсы кино? Сол жайлы айтып беріңізші. Tell us about them. Top 3 your favorite films. 3 сіздің жақсы көретін киноңыз жайлы айтып берсеңіз. Do you prefer watching films with friends or alone? Сіз досыңызбен кино көргенді жақсы көресіз ба? Әлде жалғыз ба? Alone, жалғыз. What do you feel after watching drama films? Драма фильм көргеннен кейін қандай сезімде боласыз? Who is your favorite actor? Сіздің сүйікті актеріңіз кім? Яғни осы сұрақтарға сіздің жауап бересіздер. Келесі бізде homework section, яғни үй тапсырмасы.
Да, тыңдалым келген, тыңдаймыз, және де бос орынның орнын толтырасыз. Listen a minute. Being an actor must be great. I really wish I'd love to have the confidence to act in front of people. Being a member of the audience at the theatre is great, but acting on stage is better. I wonder what it's like to be a movie star. I think you need to be beautiful or handsome to be a successful Hollywood or Bollywood actor. They all look great. Actors are very lucky. They get paid huge amounts of money to do what they love doing. My favourite actors are all dead now. I really like the actors in the old black and white movies. They all looked so cool. Actors in the old days, they get paid huge amounts of money to do what they love doing. My favourite actors are all dead now. I really like the actors in the old black and white movies. They all looked so cool. Actors in the old days seemed to be more glamorous than today's actors. The best thing about being an actor is that all of your friends are famous too. Ана аудионы керек тыңдайсыздар. Қайта және де бос орынның орнын толтырасыздар. Being an actor must be great. Яғни актер болу ол тамаша дейді. I really wish I could act. Ал менің актер ретінде жүргізгім келеді. I'd love to have the confidence to act in front of people. Мен адамның алдында сенімді, адам алдында өнер көрсету үшін сенімді болу керекпін, иә? Being a member of the audience of the theater is great. Яғни театрдың бір мүшесі болу да бұл тамаша. Бірақ үлкен сахнада өмір сүру бұл одан да жақсы. I wonder what it's like to be a movie star. Мен таңғаламын, кино жұлдызы деген қалай болады екен. I think you need to be beautiful. Менің ойымша сен әдемі болу керексің, handsome, сұлу болу керексің, to be successful. Чтобы, яғни, Голливуд немесе Болливуд актері болу үшін, успешный актері болу үшін сен әдемі болу керексің. They all look great. Олардың барлығы тамаша. Actors very lucky. Актерлар өте жолы болғыш. They get paid huge amount of money. Олар үлкен суммада ақша табады өздерінің сүйікті жұмыстарымен. Менің сүйікті актерларымның барлығы да қайтыс болып кеткен. I really like the actors. Мен қара және де ақ түстегі бұрынғы қара ақтағы киноларды жақсы көремін. They all look so cool. Олардың барлығы да мен үшін керемет көрінеді. Actors, сол бұрынғы кездердегі актерлар, олар өзгеше қазіргіден қарағанда. The best thing about the being actor is that all of your friends are famous too. Сіздің егерде актер болғанның жақсы жағы, сенің достарың да барлығы атақты дейді. Енді келесі мәтін берілген, мәтін бізде Джеки Чан жайлы. Джеки Чан, read and compare the information in the interview with your answers. Джеки Чан жайлы оқимыз. Who is Джеки Чан? Джеки Чан деген кім? What is your favorite movie of Jackie Chan? Джеки Чанның қандай сүйікті киносын білесіз? How often do you watch movies? Қаншалықты жиі сіз кино көресіз? Jackie Chan is very popular in. Джеки Чан қандай кезде ол атақты болды? Have you been to China? Барып көрген білеміз. Мұнда Саймон Питерс пен Джеки Чанның арасындағы диалог, яғни интервью алынған. So, Jackie, you are very popular in China and you are starring in Hollywood too. In fact, you got fans all over the world. What's your secret? Well, my films have got an action, but the important thing is that I do my own stunts. People really like that. Yes, your stunts are incredible. We all know that you can jump from one building to another, of a bridge or out of plane, but isn't it dangerous? Yes, it is. Even Kung Fu fighting is very easy or safe, but that's Jackie Chan. You are right, but what about the real Jackie Chan? Does anything frighten you? It is silly, but Hollywood films with dialogue frighten me.
You see, I can't speak English very well. And come on, Jackie, your English is fine. яғни ағылшын тілінде Джекиджан, менің ағылшын тілім соңында жақсы емес, сөйлей алмаймын дейді. Бірақ оның ағылшын тілі әжептәуір жақсы. Енді сіз Джекиджан жайлы өзіңіздің сұрақтарыңызды қойсаңыз, Джекиджанның сұрақтарға жауап берсеңіз. Келесі, қараңыз, менің, сенің деген болу керек. Мысалы, меніңкі my book. Қараңыз, the book belongs to me. Мына кітап маған тиесілі. Яғни бұл менің кітабым. This is my book. That book belongs. Менікі болса, mine болады. Менің кітабым, my book. Бұл мистер Себілдікі, яғни it is Mr. Себілдікі болса жазады. It is ручкасы. This laptop to my sister. Бұл менің әпкеме тиесілі, яғни бұл оныкі. Оныкі деп дұрыс. Оныкі. Ал бұл оның ноутбук. It is her laptop. These bikes belong to me and my brother. Мына велосипед менікі және менің ағамдікі, яғни олар кімнің велосипеді? Біздің велосипед. Олар кімдікі? Біздікі. Ours. Біздікі менікі дегенде іс жалғаны theirs, ours, hers деген сияқты. Мынау телефон сен және де майктікі, яғни сендердің телефондарым. Your phones. They are your phones. Олар сендердікі болса, yours болады. They are yours. Келесіде сіздерде мынандай берген. Do you watch TV every day? Сіз теледидар күнде көресіз ба? What is mean acting? Acting дегеніміз қандай мағынаны білдіреді? Яғни рөл ойнау деген қандай мағынаны білдіреді? Have you ever been to Hollywood? Голливудқа барып көрген бе едіңіз? Do you like this video? Мына видео сізге ұнады ма? What do you prefer, walking or watching movie? Сізге қайсысы ұнайды? Серуендеу ма, әлде кино көру ма? Қазір мына киноны көреміз. Видеоны. Hey guys, today we're going to be talking about acting. Good acting versus bad acting. Because a lot of people think I can't act, but I do work really hard on my acting. And I'm going to show you what bad acting is. Being happy. I'm so happy. I just found $10. Tap. I'm so happy. I just found $10. Maybe. Being scared. I'm afraid of you. Sprite bottle. I had a Sprite bottle. No? Don't do that! Oh, I'm not afraid of you. I have a Sprite bottle. Oh no, I have a Sprite bottle. Being mad. Are you mad at me? Am I mad? What? That you broke my computer? Of course I'm mad at you. How could I not be? Am I mad? Are you mad at me? Of course I'm mad. How could I not be? You broke my computer. Ugh. You're still in the frame. Being sad. How it feels to lose $10. To lose $10
It sucks. Being shocked. What? What? Hey guys, thanks for watching the video. Hope you guys enjoyed the video. If you guys did, hit that like button down below. Let's go to 300 likes. Don't forget to follow me on Facebook, Twitter, Plus, and Instagram. And write me a comment down below telling me my actual video ideas. Don't forget to share this video because sharing is caring. So share this video with your friends. Окей, бұл бала әртүрлі іс-қимылдарды көрсетті. Жылау, қуану деген сияқты, қорқу. Енді do you watch TV every day? Does mean acting. Қандай мағынаны білдіреді? Мына видео сізге ұнады ма? Do you like this video? What do you prefer watching or watching movies? Кино көрген ұнайды ма? Окей, осы сұрақтарға жауап мен сіздердің үй тапсырмаларыңыз аяқталады.